Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Отан ТВ арнасы бұдан былай сіздерге жаңалықтардың жаңа тізбегін ұсынады. Сондықтан каналға жазылып, қолдау білдіре кетіңіз. Тоқаевтың жеке-дара билігі, Назарбаев кланы, яғни әулетке тиесілі контрабанда, каналдардың жолы кесіліп жатыр. Жаңа Қазақстан кедендік бақылаудың мүлде жаңа алгоритмін іске қосып отыр. Бұдан былай шекарадан өткен тауар атаулы елге кірген сәттен діттеген жеріне жеткенше қатаң қадағалауда болады. Шетелдік басылымдар, соның ішінде Financial Times, мұны Ресейге салынған санкциямен байланыстырғанды. Ал негізгі мәліметтер бойынша жаңа жүйенің ең алдымен Назарбаев әулетін есеңгіретіп, ескі Қазақстанға күйрете соққы беруді көздейтіндігін ашып айтып отыр. Оған статистикадағы жер мен көктей алшақтық себеп болған екен. Ендеше мына жағдайларды қараңыз. Қытайдың кеден қызметі Бейжің былтыр Қазақстанға 16,3 миллиард доллардың өнімін жеткізген дейді. Біздің таможня өз кезегінде өткен жылы Қытайдан Қазақстанға 11 миллиард доллардың тауары өткен деп бет бақтырмай отыр. Кімнің сөзіне сенеміз? Жемқорлық үшін басы кететін Қытай шенеуніктері жалған мәлімет берді дегенге илана қоймаймыз. Ал есептеп көретін болсақ, екі арадағы алшақтық 5,3 миллиард долларды құрайды екен. Демек, осынша көлемдегі контрабандалық тауар шекарадан баж салығына ұрынбай, бармақ басты көз қысының көмегімен өткен. Осы арада бұдан түскен пішен ақша кімнің әмиянына ауды деген сауал туындайды. Бұл әрине заңды сауал деп ойлаймыз. Себебі біздің елдегі шенеуніктердің қалай қызмет ететіндігін сіз бен біз жақсы білеміз. Ақпарат көздерінің айтуы бойынша экс-президенттің қомағай інісі әлі де болса әлсірей қоймаған екен. Кедендегі Болат Назарбаевпен аферленген құрылымдар шекарадан күреп табыс тауып отыр. Жаңа Қазақстан экс-президенттің сантехник інісіне тиесілі контрабанда каналдарын толық бітеп тастауға тырысып әлек. Ал тиісінше Болат Назарбаевтың шегінерге жері жоқ. Біршама дәулетінен қағылған сантехниктің басынан қара бұлт арылмай жатыр. Қаншама сот отырысында жеңіліске ұшырағанына қарамастан, Болаттың әлі де таусылмапты. Оңтүстік Астана Алматы шаһарын билеп төстеген Болат Назарбаев Барыс автобазарынан айырылды. Қарасай аудандық соты Барыс автобазары орналасқан 37,16 гектар жер телімін сатып алу келісімін жарамсыз деп тану туралы прокуратура арызын қанағаттандырды. Оның алдында президенттің туған інісі Алматыдағы Оптовка базарынан да үмітін үзген. Өткен жылдың қазан айында да сот Оптовканы басқаратын Найза БН фирмасын мемлекетке қайтару туралы шешім шығарған болатын. Себебі 1,5 миллиард теңге тұратын базарды Болат Назарбаев небәрі 300 миллион теңгеге сатып алған. Әрине, ағасы президент болғаннан кейін. Енді сантехник көкенің Алматының қақ ортасындағы Никольский базары ғана қалғандығын айта кетейік. Оған базарды 2017 жылдары жер қатынастар басқармасында басшылық қызметкердің орынбасары болған Ардақ Самамбетов деген шенеунік өз бұйрығымен аударып беріпті. Ал Болат Назарбаевтың өз каналдары арқылы жаңа Қазақстан билігіне ескерту жасағанын хабарлаймыз. Егер құзырлы органдар Никольский базарын коммуналды меншікке қайтару туралы сөз қозғай бастаса, онда бөкең биліктің әлсіз тұсы болып саналатын Жаңаөзен жұмысшылармен байланыс орната бастамақ. Ол үшін жас, көзге түсіп жүрген оппозиционерлермен астыртын келіссөздер жүргізу жоспарлауда екен. Бұл аз десеңіз, Назарбаевтың төңірегін тыпыршытып жатқан бұрынғы экс-премьер-министр Әкежан Қажыгелдин мырза қиырдағы қазақ оппозициясы сыртқа кеткен активтерді қайтару мәселесін мықтап қолға алмақ. Назарбаев кланымен жалаң қолмен күресу қауіпті екенін олар жақсы біледі. Бұған Вашингтонның пәрмені де жетпеуі мүмкін. Ал соңғы дерек көздер Қазақстанның экс-премьері ширек ғасыр бойына қиыр қонып, шет жайлап жүрсе де Әкежан Мағжанұлы мамырдың ортасында ақш-тың астанасына жол тартыпты. Ақ үйдегі ықпалды тұлғалармен жүздесу барысында жоспарлап отырған мәселе Қажыгелдин Назарбаевтың төңірегі, соның ішінде экс-президенттің күйеу баласы, Қазақстандағы ең бай азамат,
ең бай олигарх Тимур Құлыбаевқа санкция салуды табанды түрде талап етпек. Тимур Құлыбаев Назарбаевтың екінші қызы Динара Құлыбаеваның жары. Аталған тізімде атышулы майшеке Александр Машкевич те бар. Машкевич кезінде Мамин басқарған біздің үкіметтің нағыз спонсоры болған адам. Қолды болған активтерді қайтару қорын құрған Қажыгелдин мықты лоббистке мұқтаж. Бұл іске Конгрестің назарын аудару оңай болмайды. Әкежанның командасы Вашингтондағы саяси ортада әжептәуір салмағы бар Джозеф Славиктің тамырын басып көрмек. Славик лоббистік компанияның жетекшісі. Қажыгелдинмен бұған дейін де контакт орнатқан, яғни екеуара байланыс бар деген сөз. Экс-премьердің 2021 жылдың желтоқсанындағы Вашингтон сапарына Славиктің септігі тиген. Сол жолы Әкежан бастаған қазақ оппозициясы Конгресс мүшелерімен қауқылдасқан болатын. Джозефтің Қазақстанмен байланысты басқа да жұмысы жетіп артылады. Қазір ол Болат Назарбаевқа алданып қалған испан инвесторлары Нервиса Герардо мен Торрес Морананың активтерін қайтара алмай мұрнынан шаншылып жүр. Бұл орайда әрине Болат Назарбаевқа қарсы ең алғашқы қарудың бірі Әкежан Мағжанұлының қолында деген сөз. Джозекең ақштағы шетел активін қадағалау кеңсесіне барып, бөкеңнің үстінен арыз түсірген. Лондонда тұратын Қажыгелдин мен Қазақстандағы оппозиция өкілдері тұрақты байланыста. Қажыгелдиннің қазақ активтерін қайтару қоры мен Болат Әбілевтің елге қайтару ұйымы етене байланыста жұмыс істейді. Бутияның сенімді адамы қаржыгер Оразалы Ержанов сәуірдің соңында Британ астанасына барып, Әкежанмен әңгіме дүкен құрған екен. Киярға көмек қолын созған құрылымдардың ішінде Британ ізгесері, Орта Азиядағы автократтарға тиесілі шетелдік активті тіміскілеп жүретін Стивен Фитджон да бар. Ал Фитджонның Вьетнамдағы компаниясын Қажыгелдинге Назарбаевтың құпия капиталы туралы мәлімет жіберіп тұратынын білеміз. Әрі тегін емес. Әкежан мырзаның айтуы бойынша Назарбаев әулетінің ел көзінен таса астыртын алып шыққан активінің құны 100 миллиард доллардан асып жығылады. Жаңа Қазақстан билігі Назарбаев кланына қарсы күресте белсенді бола бастады. Әулеттің көшбасшысы әртүрлі әрекетпен кедергілер жасап жатқанына қарамастан, қазіргі биліктегілер де қарап қалар емес. Соңғы жаңалықтарда Тоқаевтың елден шығарылған активтерге қатысты жаңа заң қабылдағанын жақсы білесіздер. Әрине бұны сұрап сүйіншілеткен де болатынбыз. Алайда бұның барлығы заңға қарап тұрған жоқ деп ойлаймыз. Елден шығарылған активтерді қай уақытта, қай кезде де қайтару маңызды. Себебі ол Назарбаевтың атасынан қалған мұра емес, халықтың мұрасы. Сондықтан активтердің барлығы, яғни шетелге шығарылған қазақтың байлығы, қазақтың халқына бұйыруы тиіс. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз, арнаға тіркеліп қойыңыз.